маған. Осыйтын тіршілік жалғыз маған керек па? Сендерге мен таңертең айтып кеттім ғой, үй жинасын деп. Енді бұл үйде жалғыз мен тұрам ба? Қыздар! Не болды? Неге жинамағансың? Тіршіліктің бәрі маған керек сияқты. Енді мама таңертең не вокал болды ғой. Қазір мен соңғы сөзіне қалдым. Осы үйде тіршілік жалғыз маған керек. Құдайым, неге маған мұндай қыздар бердің? Күшті ерекше екі қыз бердің, бірақ екеуінің де көмегі жоқ маған. Екеуінің де көмегі қолынан тіршілік келмейді даже. Қыздарым, бері келіңдер. Қоймайсыз ғой. Ау. Қыздарым, ақылдыларым, отыра қойыңдар. Қыздарым, неге мені өте құрметтемесіңдер? Есіңдер аналармын ғой, есіңдер өмірге алып келдім. Или өзіңіз жасап жатсаңыз, біздің не қатысымыз бар? Осылай сендердің құрметтерің осы күнге шейін. Мама бәрін істейтін заттар істеп жүр ғой. Жақсы бара беріңдер. Неге маған бұндай қыздар бердің? Ешбірінің қолынан тіршілік келмейді. Бірде-бір жұмыс жоқ. Бірақ екеуі де екі түрлі ерекше. Ой, көрсетейін. Анашым, не болды анашым? Бұнда болмады. Сендер екеуің бірге жүре беріңдер. Екеуің сау болсаңдар болды. Мен өзім сендерге секретте құпияда сақтап жүрдім. Өзім түнімен ауырдым, жыладым сендерге, бірақ оны айтпадым. Анашым, сізді... Айсана, менің қарным ашып тұр. Ана бір беріңізші. Айсана, анамыз қалай ауырып қалды? Білмеймін, бағана өзім біртүрлі сезініп тұрған. Енді не істейміз? Білмеймін. Сен түнде анашымды ұйықтай алмағанын көрдің ба? Я өзімді біртүрлі сезіндім. Айтылмаған мұнсырдай, сол әжімде менің балам, күнім қылған тұнжырай. Ана, сенсіз бұл өмір қараңға бір жол сияқты. Жаным аузы сен ғана, жараны бірден жаппайсың. Егер бір күн кеш түссем де күтіп отырар едім ғой. Сен жүректе мен үшін бос өмір бар мәңгілігіме. Ана деген бір әлем, ана деген бір дұға. Сіз бар кезде бұл өмір жұмсақ екен жылуға. Анашым, мен сені өмір бойы бар деп ойладым, шаршамайды деп ойладым. Мен бәрін қате түсініппін. Сенсіз үй бос тұрғандай, асүйде тек сенің иісің ғана. Анашым, түсінші, мен сені қатты жақсы көремін. Анашым, өтіне